судорога кезінде, құрсы ұстамасы кезінде дәрігерге дейінгі көмек. Мәселен, сіз көшеде немесе бір орында біреудің судорога беріп жатқанын көрдіңіз. Енді сіз жедел жәрдемге қоңырау шаласыз, сіз оған дейін қалай көмек көрсетесіз? Ең алдымен науқастың басынан жарақат алмауына мұқият назар аударамыз. Ол үшін жанымызда, может, үстімізде киімді алып болсын, немесе мынандай бір жұмсақ заттарды алып болсын, науқас егерде бір цементтің үстінде жатса, оның астына қоямыз. Және сосын кейін науқасты бір жақ шетіне, әсіресе оң жақ шетіне бұрып ұстап тұрамыз. Және де тыныс алу таза ауамен қамтамасыз етілуін мұқият назарда ұстаймыз. Бұл жерде айтылатын нәрселер, көп адамдар жіберетін қателіктер есте сақтаңыздар. Бірінші, аузына қолымызды салып тілін ұстап қаламыз деп, немесе қасықпен тілін ұстап қаламыз да аузына қасықты салуға болмайды. Ол ең бірінші неге алып келеді? Ең бірінші қасық тықтыңыз, науқас ес-түссіз судорога беріп жатыр, былай айтқанда. Ол бір сәтте құсты, ол жерде асфиксия болады, тұншығу болады. Осы істің кесірінен науқас аяқ асты сол жерде көз жұмуы мүмкін. Және сонымен қатар айтатын нәрсе, судорога 3 минут болуы мүмкін, может 2 минут болуы мүмкін. Содан кейін біршама басылады. Тек қана науқастың астына жұмсақ зат қойып, бір жақ шетіне бұрып ұстап тұру сіздің істейтін жұмысыңыз. Және де жедел жәрдем келгенше күтіп, жедел жәрдемге тапсырамыз.